Түлкі мен ешкі ертегісі. Бір күні түлкі жүгіріп келе жатып, бір терең апанға түсіп кетеді. Ары айналып, бері айналып, апаннан шыға алмайды. Бір кезде су іздеп жүрген ешкі әлгі апанға кез болады. Оның ішінен түлкіні көріп, «Түлкі батыр, онда неге отырсың?» деп сұрайды. Сонда түлкі: «О, теке, жаным жай тауып, рахаттанып тұрмын. Қырдан шөлдеп, ыстықтап келіп едім. Апанның іші салқын, әрі түбінде тып-тынық су бар екен» дейді. Бұны естіген ешкі: «Мен де салқындайын, әрі су ішейін» деп апанға секіріп түсіп кетеді. Сонда қу түлкі секіріп ешкінің үстіне мініп, мүйізіне табанын тіреп, сыртқа секіріп шығып кетеді. Осылай қу түлкі жөніне кете барады. Өтірікке алданып, ешкі апанда қала беріпті.